Алматыда банк және қаржылық қызмет көрсету саласын дамытуға арналған үздік жобалар байқауы басталды. Бәйтерек хакатон деп аталатын республикалық өнертапқыштар сайысында бағдарламалық өнертапқыштар, қаржыгер, менеджер және дизайн саласының өкілдері бақ сынамақ. Тілшіміз толықтырады. IT саласындағы білікті, білімді жастар байқауы басталды. Сайысқа 500 адам өтініш берген. Оның ішінде 200-ден астамы таңдап алынған. Топ-топқа бөлінетін талантты жастар банк, қаржы және менеджмент саласын цифрландыру бойынша тың жоба жасауы шарт. Ұйымдастырушылардың бірі Бәйтерек холдинг өкілінің айтуынша, басты мақсат заманға сай отандық өнертабыстарды нарыққа шығару. Өйткені бүгінде банк қызметі және басқа да қызмет көрсету саласы онлайн жүйеге ауысуда. 11 институттың арасындағы нарықпен ең тікелей жұмыс істейтін, ең жақын жұмыс істейтін институт осы Жилстройсбербанк. Сондықтан осы жерден бастап жатырмыз. Бұл бір рет ұйымдастыратын шара емес. Мақсатымыз бұны әр жыл сайын жасау. Мақсатымыз нарықтағы осындай IT компанияларды таңдау, осындай IT командаларға бір шанс беру. Мақсатымыз осы компанияларды әрдайым өсіру. Стартап ретінде, IT компаниялар ретінде отандық жалпы қызмет атқарушы IT компанияларды өсіру. Бәйтерек хакатон қатысушыларының жоба аясындағы шеберлігін арттыру, өнертапқыштарды сұранысы жоғары салаға бағыттау мақсатында шеберлік сағат өтті. Жас таланттарға әлемдік IT саласының үздіктері Бенджамин Бонд, Тадеус Ко және Тяняо Лю сабақ жүргізді. Бәйтерек хакатон талантты жастардың үздік жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тиімді бастама. Мұнда өнертапқыштар шеберлігін арттырады. Сұранысы жоғары саланы танып біле алады. Сингапурде банктың қызмет көрсету саласын дамытуға арналған хакатон тұрақты өтіп тұрады. Өйткені аталған сала үнемі заман талабына сай болуы шарт. Жарыстың жалпы жүлде қоры 2 миллион теңге. Оны қанжығалау үшін әр топ ортақ жобаны жасап, қазылар алқасы алдында қорғауы басты талап. IT жобаларды бағалаудың негізгі шарттары мынадай: өнертабыс сұранысқа сай, нарыққа шығару жолы жүйеленген болуы керек. Сонымен қатар 2 тәулікте дайындалуы қажет. Ал білімі мен біліктілігін көрсете білген жас таланттар елдегі үздік IT компанияларға жолдама алуы мүмкін. Аршын Кемелжан, Қанат Кигізбаев, Астана телеарнасы, Алматы.